Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сынып сағатымыздың тақырыбы латын әліпбиіне көшу заман талабы. 20 ғасырдың басында Ахмет Байтұрсынұлы араб жазуын қазақ тілінің заңдылықтарына орай бейімдеп, қазақ әліпбиін жасады. Осы әліпби негізінде кітаптар жарық көрді, шәкірттер білім алды. Мағжан, Абай, Мұхтар секілді алыптардың еңбектері осы әліпби негізінде жазылды. Ғылым, саясат пен техника, мәдениет пен өнер, спорт, тағы басқа қатысты жазбаша ақпараттың барлығы дерлік латын графикасымен беріледі. Қоғамдық өмірдегі жаңалықтардың басым бөлігі осы графиканың негізінде Түркия, Әзербайжан, Өзбекстан, Түркменстан сияқты мемлекеттердің тәжірибесіне сәтті өткен. Шетелдегі қандастарымызбен байланыста боламыз. Озық техника мен компьютер тілін меңгеруге жол ашады. Söyle қазақ тілінде, ғажап тілінде, атың озған азат күніңде. Ана тілін білмегеніңде, өз-өзіңді мазақ қылуде. Қазақты бірге, қазақтығың қазақ тілінде, ғажап